Бұл сыныпта 8 бен 16 жас аралығындағы оқушыларға IT пәндер оқытылмақ. Енді балалар компьютер тілімен етене танысып, веб-дизайнға және анимацияға жасауға үйренбекші. Сондай-ақ робототехника ілімінің негізгі базасы беріледі. Тың оқу бағдарламасын Өрлеу филиалының мамандары әзірледі. Ол 4 арнайы модульден тұрады. Әрқайсысын құрастырып, қолдануға жарамды ету үшін 1 айдан артық уақыт кетті. Біріншісінде оқушылар анимация жасайды, екіншісінде 3D принтерді игере алады. Қалғаны веб-сайттар мен робототехникаға негізделген. Модули построены таким образом. Модульдер бір-бірін толықтыру мақсатында құрастырылған. Әрқайсысы әр деңгейлі. Егер бірінші модульді 8 бен 11 жастағылар игерсе, қалған үшеуі 16 жасқа дейінгілерге қарастырылған. Гүлім Қайырбай робототехниканы игеруге құштар жандардың бірі. IT сыныпта қыз енді бағдарламалау ісін меңгере алады. Өзімнің ойымдағы қызықты роботтарды шығарғым келеді. Бұл Қазақстанның дамуына үлкен әсер етеді. Себебі егер біз қазір болашақта өзіміз роботтарды құра бастасақ, Қазақстан бүкіл әлемге әйгілі болады. IT сынып толыққанды сабақ үдерісіне тамыз айында қосылады. Алғашқы мұндай заманауи кабинет Қазақ мектеп гимназиясында ашылды. Осы сынды сынып қараша айында Бест гимназиясында құрылады.